Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз кәдіден икра дайындайтын боламыз. Қысқыға сақтауға өте қолайлы рецепт, өте дәмді болып шығады. Бұл үшін бізге кәдінің өзі қажет, сәбіз және пияз. Ыдысымызға майымызды құйып, жақсылап қыздырып, туралған сәбізімізді қуыра бастаймыз. Сәбізді біз 5-10 минут қана қуырып аламыз, жай ғана жұмсақ болғанша. Сәбізіміз сәл жұмсарған кезде тұз бен қантымызды қосып, кішкене араластырып, басқа азық-түлігімізді қоса бастаймыз. Қант пен тұзды сәбізбен бірге басында қоссаңыздар да болады, немесе кейін видеодағыдай. Оның айырмашылығы болмайды. Ендігі кезекте біз сәбізден кейін пиязымызды турап қосамыз, сәл араластырып, жұмсарғанша қақпақ ағысында бұқтырамыз. Ендігі кезек кәдіге келді, оны да турап қосамыз, жақсылап араластырып, қақпақты жауып 30-40 минут бұқтырамыз. Арасында қақпағын ашып, араластырып тұрыңыздар, жабысып қалуы мүмкін. Кәдінің түсіне, дәміне тағы да бір әсер ететін ингредиент бұл бізде томат пастасы. Енді қақпақсыз 10 минуттай бұқтырамыз. 10 минуттан кейін блендермен осылай ұсатып, пюре тәріздес етіп ұсатып аламыз. Пюре күйінде қақпағын жауып 15 минут бұқтырамыз. Байқап отырыңыздар, өйткені бұл икра атылады. Ендігі кезекте 75 грамм 9% сірке суын қосып, жақсылап араластырып, біз өзіміздің таза банкаларымызге құйып бастаймыз. Банка және қақпақтары менде стерилді, өте таза. Бәріне құйып болғаннан кейін қақпағын дұрыстап жауып, қақпағын төмен қаратып, үстін жылы көрпе жауып, толық суығанша бөлме температурасында қоямыз. Міндетті түрде жасап көріңдер, өте дәмді, ұтымды рецепт. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Қысқыға да сақтауға болады. Арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге жазыңыздар.